100 мың теңге табу үшін 30 мың тауық керек. Мен ауылда тұрам, сол себепті картоп өндірісімен және тауық, қаз секілді ауыл шаруашылығымен айналысқым келеді. 6 гектар жерім бар. Тауық қаздан үлкен ақша таба алмайды. Просто экономикасы қарапайым есептеп шығу керек. Жұмыртқадан да көп ақша таппайды. Бір тауықтың жұмыртқасынан себестоимостьсынан бір 3 теңгеге пайда қалады. 3 теңге ары кеткенде 5 теңге қалуы да мүмкін емес. Өйткені тауықтарды жемдеу керек, оның бәрін есептемейді. Жемі, оның бағатын, қорасын бәрін инкубатор салған кезде. Сондықтан 100 мың теңге табу үшін бір тауық, мысалы бір тауықтан, бір жұмыртқадан 3 теңге табатын болсаң, 30 мың тауық керек. 30 мыңды 3-ке көбейтсең 90 мың да. Сол нереально. Тауық бағып байып кеткен адамдар жоқ. Даже осыдан 2 жыл бұрын сол мен ылғи айтып жүретін, менің сөзіме подтверждение, біреулер птица фабрика тауықтар көшеге тегін таратқан. Да, өйткені жемін ұстауы қымбатта. Оны боғын шығару керек, отопление керек, жем керек деген сияқты. Үлкен ақша таба алмайды. Тауықтың етінен де көп ақша таба алмайды. Мысалда, тек қана картоп. Картошканы жақсылап өндіріп, картошкадан пайда табу үшін ең бірінші нәрсе не? Ең бірінші жерді. Жердің жақсы болуын қалай тексеруге болады? Жердің балбонитет деген түсінігі бар. Просто жердің топырағын аласың, апарып өткізесің. Да, аудандық немене бар, соған айтасың. Мына жерді тексеріп бер, солар тексереді айтады. Мына жерде кальций аз, мына жерде фосфор аз, мына жерде құм аз, немен аз, мына жерде картошка өсіруге тұра ма, тұрмай ма, өсе ме, өспей ма? Солар нетіп береді. То есть дұрыс, ең бірінші дұрыс жерді таңдап алу. Ол үшін топырақты апарып, лаборатория экспертиза өткізіп, солардың айту. Оңай айтады. Калий аз, мына жерге калийный удобрение или фосфорный удобрение сал, или тағы бір удобрение берді, өзі рекомендация береді. Жерді байыту керек, құнарлығын. Екіншісі немене? Тұқым дұрыс таңдау. Қалай таңдау керек? Алматыда институт картофеловодства деген бар. Интернеттен қарап тауып аласыңдар. Соған звондайсың да айтасың, районирование. Сол Шымкентте өскен тұқым Өскеменде өспейді. Өскеменде өскен тұқым Петропавлда өспейді. Петропавлда өскен картошка Алматыда өспейді. Картошка районировать етіледі. Соңен тұқым элитный тұқым болады. Супер элита, элитная первая репродукция, вторая репродукция дейді. Екіншісі тұқым дұрыс таңдау, то есть маманына бару керек. Соңен интернетте қарасаң, қазір картошканың тұқымын сататын компаниялар бар. Соған айтасың, маған районирование, біздің қысы суығы мынандай, жаздың ыстығы мынандай, осылай деп. Әрбір облыстың өзінің тұқымы болады. Чопапалы алып еге беруге болмайды. Үшіншісі технология, агротехнология. Ол үшін просто көп неме етпей қойсаң болады, интернеттен кірсең, көбі осыны істемейді. Нулевой технология деген бар, глифосат деген нәрсе бар. Алдымен жегерден бұрын жаңа глифосат сепіп тастасаң, бүкіл арамшөпті өлтіріп тастайды. Алдымен өлтіріп тастайды. Ары қарай просто банально, мен интернеттен қарап кімге аңген жібере салдым. Глифосат өлтіріп тастадың ба? Алдымен әрине ол айтады, жер тыңайған жер вроде, да. Сонан кейін жерді қазған кезде, еккен кезде сразу картошканың түбіне салып жібереді қазір. Удобрение бар ғой, немен емес, әрбір картошканың клубынан түбіне. Сонан кейін оның суғарылатын уақыты бар. Шыққаннан кейін себетін пестицид, гербицидтер бар, арымшөп шықпау үшін. Содан кейін определенный уақытта түптейді, определенный уақытта батвасын кесіп тастайды. Сол кезде барып неменесін етіледі. Клубнесі жақсы өседі. Содан кейін осы біріншісі жер таңдау, екіншісі тұқым таңдау, үшіншісі агротехнология, төртіншісі хранение. Сақтау. Өйткені картошка август-сентябрьде қазып алады, картошканың бағасы былай түседі. Сондықтан картошканы бизнес жасау үшін жаңа үш нәрсе болу керек, плюс хранилище болуға тиіс. Хранилище жердің астында үлкен жақсы погреб сақталып тұратын. Осы төрт нәрсені жасай алсаң, сол кезде сата аласың. Қыста шығарасың, бағасы өседі. Аренда биотуалетов услугасын қалай жүргізуге болады, кеңес бере аласыз ба? Спецтехникасы бар машинелердің бәрі бізде қайсы Рысқұлованың бойында тұрады да, Петакта да. Қазір адамдар соны аяғымен барып, ана Петакқа барып жатқысы келмейді. Телефонды ашып келіп қалады да, компьютерді ашып келіп қалады да, неме дейді, септик машины, трал, анау мынау деп іздей бастайды да. 20-30-40-50 машинаның аты жөні шығады. Солармен сен саудаласасың. Давай мен саған постоянно жұмыс тауып беріп отырсам, істеп тұрасың ба? Келісесің қаладағы бағамен. Мысалы 25 тонналық септик бір келген 15 мың теңге болса айтасың. Давай мен саған 12 мың теңгеге саған төлейін, 3 мың теңгесін или 10 мың теңгесін маған постоянно заказ беріп тұрсам, келесің ба? Ана жақта тұрғаннан кейін келем деп айтуы мүмкін. Сол сияқты машиналарды жинап аласың. 25 тонналық, 20 тонналық, 15 тонналық машина, басқа машиналарды жинап аласың. Содан кейін реклама жібересің. Оказывай любые услуги на такие машины. Instagram, Facebook, OLX, услуги, крыша, немелердің бәрін ақылы неменеге.
Одан кейін әрине біраз оқығаннан кейін сайт жасап аласың. Содан кейін ортақ чат ашып қоясың әгелердің бәріне. Содан кейін айтасың, міне мынандай көшеде, мынандай жерге осындай тура таксистердің неменесі сияқты. Мынандай жерде осындай неменеге, осындай услуга бар, кім барады? Осындай бағаға. Қайсысы бос болса, солар нетеді. Не құрылым немене көп болса, сен олардың алдында ешқандай обязательствоң жоқ. Да, мысалы 10 септик или 20 септик машина, 20 трал, тағы 30-40 машинаны жинап аласың да, бір чатқа қойып қоясың, айтасың, заказ болғанда тастап отырамын. Плюс реклама беріп қойдың арасында. Рекламаны жібересің, саған заявка келген кезде айтасың, қазір, подождите, у нас машины все заняты, бір 10 минуттан кейін сізге хабарласайын. Чатқа тастап қойып қаласың. Сайына Ташкентскаяда осындай заявка бар, кім келеді? Мен келем. Все, машина 2944 деген машина келеді. Соңын әрқайсымен немен жасап қойсың, киви кошелекпен ақшаны тастай салады.